Абай Құнанбаев айтқан ғой, тесік моншақ жерде қалмайды деп. Егер сіздің контентіңіз сапалы болса, оны міндетті түрде көрермені табылады. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Санат, сіздің YouTube көмекшіңізбін. Бүгінгі шығарылым ақшасы көптерге, байларға арналады. Яғни біз ақша төлеу арқылы видеоңызды жарнамалауды бүгін үйренеміз. Ал продвижение туралы жеке өзімнің пікірімді видеоның соңында айтам. Таргет жіберу үшін не керек? Ең алдымен ноутбук керек. Gmail арқылы YouTube арнаңызға кіруіңіз керек. Бірден баста YouTube арнасына кірдім. Енді посмотреть канал, видеоларды қараймыз. Сіз алдымен жарнамаңызды түсіресіз, оны өзіңіздің YouTube арнаңызға жүктейсіз, кейін осы жерде көрінгенде соны белгілейсіз. Яғни таргет жіберу қажет видеоны таңдайсыз. Енді астына назар аударсақ, посмотреть аналитику деген бар, изменить видео деген бар, поделиться деген бар, продвижение деген бар. Осы продвижениені басамыз. Ары қарай біз YouTube студияға жібереді. Одан кейін мына жақтан аккаунтты біз таңдап алуымыз қажет. Создать новый аккаунт десеңіз, 5 секундта сізге Google реклама жарнамалық аккаунтты жасап береді автоматты түрде. Далее ары қарай кетті. Енді сіздің қандай мақсатыңыз бар? Егер сізге аудитория, подписчик жинау керек болса, онда больше взаимодействие с каналом дегенді басасыз. Ал егер сізге қаралым жинау керек болса, онда больше просмотров видео дегенді басасыз. Мен екіншісін таңдадым. Ары қарай кеттік. Видео. Осы видеоны қалай жарнамалайтынын міне көрсетіп тұр. Жарнамаларды көресіз ғой? Мысалы, YouTube-тың іздеу жүйесіне кірген кезде. Сол сияқты сіздің видеоңызды көпшілікке көрсетіледі. Ары қарай кеттік. Таргетинг. Бұл жерде өзімізге қажет мемлекетті таңдап аламыз. Әрине, Қазақстан болса Қазақстан, Өзбекстан болса Өзбекстан. Бұл жерде енді шектеу жоқ. Бірнеше мемлекеттерді таңдауға болады. Ары қарай ең бір кемшілік тұсы ол мына жерде тіл таңдағанда қазақ тілін таңдай алмаймыз өкінішке қарай. Өйткені қазақ тілі жоқ бұның ішінде. Әзірге. Сондықтан ештеңені белгілемей қойса да болады. Ары қарай кеттік. Бюджет. Валюта енгізгенде мен доллармен енгізуді ұсынамын. Өйткені доллар арқылы бақылау әлде қайда жеңіл. Жалпы бюджетті өзіңіз белгілеп аласыз. 5 доллар болса 5 доллар, 10 доллар болса 10 доллар, 100 доллар болса 100 доллар. Әрине, ақшаны неғұрлым көбірек төлеген сайын жарнамаңыз көпшілікке көрсетіледі. Мысалы, 10 доллар деп белгілесек, 11 сәуірге дейін біздің жарнамамыз күніне 0,67 доллардан кетіп отырады екен. 11 сәуірге дейін егер жарнамалайтын болсақ. YouTube-тың өзі де айтып отыр, 100 доллар төле, сол кезде эффективтілігі артады деп. Оплата. Карталарыңызды бекітесіз. Каспи картаңызды, мысалы, мына жақтан еліңізді таңдайсыз. Платежный профиль дейді. Мына жерде жеке тұлғасыз ба, заңды тұлғасыз ба, соны белгілейсіз. Ары қарай индексіңізді көрсетесіз. Оны өзіңіздің тұрғылықты мекен-жайыңыз бойынша, мына облыс, қала, мекен-жай барлығы көрсетіледі бұл жерде. Жеке ойыма келер болсақ, мен таргет жіберуге қарсымын. Кез келген видеоңыз органикалық тұрғыда өсу керек, даму керек, сонда ғана сіздің аудиторияңыз сапалы болады. Егер ақшаңыз артылып бара жатса, оны контенттің сапасына жұмсаңыз. Тағы да айтам, техникаға да емес, контенттің тікелей мазмұнына, сапасына және зерттеуіне. Қымбат құрылғымен түсірілген видео не, арзан құрылғымен түсірілген видео не, ол жерде қызықты болмаса, оны ешкім көрмейді. Сондықтан құрылғыларға, мына жарықтарға мән бергенше айтылар сөздің сапасына мән беріңіз. Ізденіңіздер. Бұрын сонда айтылмаған дүниелерді табыңыздар. Біреуді қайталамаңыздар. Өздеріңіздің сара жолдарыңызды салыңыздар. Өздеріңізді дамытуға жұмсаңыздар сол ақшаны. Абай Құнанбаев айтқан ғой, тесік моншақ жерде қалмайды деп. Егер сіздің контентіңіз сапалы болса, оны міндетті түрде көрермені табылады. Сіздермен болған Санат, жақсы адамдардың санатында бол. Арнамызға тіркеліңіз, пікір жазыңыз, ұсыныстарыңызды жазыңыз. Сау болыңыз.